Сәлем достар, мен бүгін өзім заказға жасап жүрген слоеное тестоның рецебін түсіретін боламын. Баршаңызға қайырлы білім болсын. Ең алдымен ұнымызды өлшеп аламыз. Мен бұл жерде 1 килограмм ұннан жасайтын боламын. Егер сіздер заказға, яғни сатылымға жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде 2 килограмм ұннан жасаңыздар. Яғни менің айтқан ингредиенттеріме 1-1 қосып жасайтын боласыздар. Ұнымызды өлшеп алдық, енді суды өлшеміз, яғни 1 килограмм ұнға 500 грамм су дайындап аламыз. Осы суға 25 граммдай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы алдын ала дайындап алған ұнымызға суды құйып, қамыр елейміз. Артық су құюдың қажеті жоқ, өзінің суы өзіне жеткілікті. Тек соңына қарай бірікпей қалған ұндарды біріктіру үшін ғана 20-30 граммдай су құйсақ жеткілікті. Қамырымызды жақсылап елеп, целлофан мешокқа орап, 20-30 минуттай тындырып қоямыз. Одан кейін тағы да бір қайтара басып, 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Ал енді майымызды өлшеп аламыз. Бұл май арнайы слоеное тестоға арналған май, яғни кез келген май жарамайды. Қандай май қолдану керек екенін мен астыңғы описанияға қалдырып кетемін. Ал енді әбден ие қанған тестаны шамамен 5-6 мм қалыңдықта жайып шығамыз. Енді үстіне майды қолымызбен жағамыз. Май бізде комнатный температурада болу қажет. Қыздар, тура видеодағыдай тестоның жартысына ғана жағамыз. Енді тура осы видеодағыдай тестамызды бүктеп шығамыз. Сонымен қатар астыңғы тестаны үстіне қарай қолмен қосып шығамыз. Астына аздап қана ұн сүйіп, оқтаудың көмегімен тестаны жаямыз. Осы жерде видеоны мұқият қарап алыңыздар. Бірінші екі жақ шетін ортасына бүктеп, одан кейін кітап сияқты бір-біріне қосып бүктеп, целлофан мешокпен жақсылап орап, ауа кірместей қылып орап қоямыз. Яғни 20-30 минутқа. Шамамен 20-30 минуттан кейін қамырды тағы да астына аздап ұн сеуіп, бір қайтара жайып шығамыз. Қыздар, бұл жолы да тура алғашқыдай оқтаумен жаямыз. Бұл бізде екінші қайтара жайып шыққанымыз. Одан кейін алғашқы бүктегендей қылып, тағы да бүктеп шығамыз. Қыздар, осылай екі қайтара бүктеп шыққан жеткілікті.
Енді үстінен сәл ғана тегістеп оқтаумен қатты күш түсірмей басып алып, осылай басып шығамыз да астына аздап ұн сеуіп, пышақпен кесіп аламыз. Арасы шамамен 5 сантиметрдей болса жеткілікті. Міне бізде осындай слойка шығады. Енді осы кесіп алған бөлігіміздің шетінен аздап кесіп алып, үстіне қоя береміз. Енді үстіне аздап ұн сеуіп, қолмен басып, созып, ортасынан бір-бір кесіп аламыз. Қыздар, менің қолымдағы морозильникке сақтап қойған, яғни сатылымға дайындап қойған тесто, бетіне логотипін жабыстырып сатсаңыздар болады. Бұл 2 килограмм ұннан жасалған тесто. Сәл үлкендеу болып шығады. Ал енді мен осы тестодан самса жасап көрсететін боламын. Тестоны қалаған формаларыңызда кесіп алып, бетін астына қаратып жайып, қалаған салмаларыңызды салсаңыздар болады. Қыздар, бұл тесто базарда сатылатын өзбек самсасының тестосы. Самсаны жасағанда тым кішкентай қылмай, сәл үлкендеу қылып жасауға кеңес беремін. Енді жұмыртқаның сарысына 1 қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, дайын болған самсаның бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетсеңіздер, келесі жолы өзім сатылымға жасап жүрген ұйғыр самсасының рецептін шығаратын боламын. Міне осындай жұп-жұмсақ, шашырап пісетін бізде самса шықты. Ас болсын.